Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыз дем алуға жарамсыз ортадағы жұмыстар. Газ құтқару жұмыстары оқшаулағыш ЖКХ қолданумен қоршаған ортада улы және немесе өрт қауіпті және жарылыс қауіпті шекте жіберілетін концентрациялық ШЖК бар жағдайларда олардың орындау қажеттілігінің сипаттамасын КБЖЖ бір түрі. Аса қауіпті нысандар газды құтқару жұмыстарын өткізуге тек сәйкес келуші ведомстволық аттестатталу комиссиясымен аттестатталған апаттық құтқару қызметкері немесе сәйкес келуші ведомстволық немесе нысандық аттестатталу комиссиямен аттестатталған құтқарушылар ғана жіберіледі. Газды құтқару жұмыстары әртүрлі факторлармен қиындықтауы мүмкін. Қысым астындағы агрессивті сұйықтар ағуымен, агрессивті газдармен қатты газдалуы және олардың жоғары токсинді болуымен, лаулап жану қаупімен, газдың жарылу қаупімен, химиялық заттардың жануымен, өртеуімен, тоннель құдықтары, коллекторлар, жертөле мен және жер асты бөлімдерінің қауіпті газ тәріздес химиялық заттармен толып қалуымен, жаман көру қабілетімен, қоршаған ауа температурасының жоғары немесе төмен болуымен, ғимараттардың мен имараттардың қирауымен, дем алуға органдарының және қорғаныс олардың түріне, қоршаған атмосфераның зиянды заттардың концентрациялық мен улы болуына байланысты жеке қорғаныс құралдары ғана газ құтқару жұмыстарын жүргізеді. Оқытушылар костюмдер зиянды заттардың улы дозасының теріге енуі болдырмау үшін терінің ауыр зақымның бірі және екінші дәрежелі күйіктер мен қалудан сақтау үшін пайдаланады. Газ құтқару жұмыстарын жүргізетін негізгі ерекшеліктері: біріншісі, жұмысты орындау жұмыстарын және қорғаныс құралдарын пайдалану қажеттілігі. Екінші, құтқару және басқа жедел көмек көрсету жұмыстарын жүргізу уақыты қорғаныс костюмдер мен газ тұтатқыштар пайдалану уақытымен шектеу. Үшінші, құтқару жұмыстарын жүргізу уақытының улы заттардың токсиндік деңгейі мен физико-химиялық қасиеттері, сонымен қатар төтенше жағдай, аудандық гидрометеориялық жағдайлар байқалуы шектеу. Дем алуға жарамсыз ортада жұмыс істеу барысында бөлімше кем дегенде 4 адаммен болуы керек. Бөлімше командир және 3 құтқарушы. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.